Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай әдемі греческий деген салатты әзірлейтін боламыз. Бұл салатымыз дәрумендерге өте бай және адамның ағзасына пайдалы. Сонымен қоса 5 минуттың ішінде дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қызыл бұрыш, сары бұрыш, қызыл пияз, лимон, қияр және де қызанақ, онымен қоса фета ірімшігі, маслины, зәйтүн майы. Сондай-ақ мына жерде бізде чеснок, яғни сарымсақ, қара бұрыш, орегано және тұз бар. Ал енді ең бірінші қиярымызды тураудан бастайық. Қиярды өте майда етпей, кішкене ірілеу етіп тураймыз. Ыдысымызға саламыз. Қызанақты да тура солай ірі етіп турап аламыз. Сары бұрышымыз бен қызыл бұрышымыздың жартысы жеткілікті болады. Дәл сондай формада төрт бұрышты етіп тураймыз. Қызыл пиязымыздың жартысы жеткілікті. Оны жұқалап жіңішке етіп тураймыз. Сарымсағымызды осылай қолмен мыжып алып, өте майда етіп турап шығамыз. Сақталған сарымсақты зәйтүн майының үстіне саламыз. Енді оған душица, яғни орегано, тұз және қара бұрышты қосамыз. Енді лимонымызды ортасынан кесіп, кішкене суынан қосып, жақсылап тұздығымызды араластырамыз. Бұл салаттың барлық дәмі осы тұздығының дәмділігінде болып келеді. Салатымызды араластырып, енді үстіне фета ірімшігін турап, әдемі етіп қойып шығуымыз керек. Енді маслиныйды ең бетіне осылай әдемі етіп қойып шығамыз. Енді ең бетінен осылай дайын болған тұздығымызды әдемі етіп құйып шығамыз. Мінекей, біздің греческий салатымыз дайын болды. Дәрумендерге бай салатымызды міндетті түрде дайындап көріңіздер.
менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Ботафуд. Астарыңыз дәмді болсын.